Алла Тағала қасиетті Құран кәрімде лақад хаққул қаулу ала аксарихим фахум ла юъминун дейді. Яғни Алла Тағала Құранда айтып отыр, адамдардың көбісі маған иман келтірмейді. Яғни адамдардың көбісі көкіректері соқыр болады, мүгедек болады, ақиқатқа бас имейді. Ол ақиқаттың бір келудегі бір кемшілік емес, немесе ақиқатты жеткізуде кемшілік емес. Адамдардың көбісінің көкірегі соқыр болады дейді Құранда. Біз өмірде әртүрлі мүгедек адамдарды көреміз. Біреудің көзі көрмейді, біреудің ақылы істемейді, біреудің құлағы естімейді. Бірақ бұл мүгедек, ол шынайы мүгедек емес. Шынайы мүгедек Құранның асып жатқан аяттарын көкірегіне қондыра алмаған, соған ақылын жұмсай алмаған адамдар болып есептелінеді. Алла Тағала сондықтан да бізге бұл кескінді келтіреді. Ол қандай кескіндегі адам? Олардың көзі соқыр ма? Жоқ, көзі соқыр емес, көзі көреді. Олардың ақылдары істемей ма? Жоқ, ақылдары істейді. Олар қайта көп нәрсеге ақылы, қабілеті жететін, күші, қуаты жететін кісілер болады. Алла Тағала сосын оның бізге бейнесін келтіреді. Инна жағална фи ағнақихим ағлалан. Өйткені біз олардың мойындарына бұға қойып қоямыз дейді. Фахия ил асқони фахум муқмахун. Сосын олар иілгісі келсе де иіле алмай қалады дейді. Мойнына бұға қойылған адам бұл аспанға қарай алмайды, жерге қарай алмайды. Яғни Алладан түсіп жатқан уахидың көруге қабілеті жетпейді. Немесе көз алдында болып жатқан кейбір істерді, бұл Алланың кейбір жасап жатқан істерін бұл табиғи істеп қабылдай салады. Яғни осылай болу керек деп ойлайды. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا. Олардың дейді алдына біз перде қоямыз, олардың арқаларына перде қоямыз. فَعَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ дейді. Олар еш нәрсе көрмейді, өйткені көздері перделеніп тұрады дейді. Енді өздеріңіз ойлап көріңізші. Адам аспанға қарай алмаса, мойнында бұғау бар. Жерге қарай алмаса, мойнында бұғау бар. Адамда екі нәрсе болады. Яғни оң жағына бұғау болғаннан кейін оң жағына, сол жағына қарай алмайды. Сонда адамда екі ғана нәрсе қалады. Алдына қарау, немесе бұрылып артына қарау. Ата айтады, сол алдына қараған кезде де біз оған бұғау қойып қоямыз, артына қараған кезде де оған бір перде қойып қоямыз дейді. Яғни ол деген нәрсе не? Ол деген нәрсе ол мына болайын деп тұрған оқиғалардан да ғибрат алмайды, немесе болып жатқан оқиғадан ғибрат алмайды, немесе өткен тарихтан, өткен оқиғалардан ғибрат алмайды. Яғни қиянат жасап жатқан адамдардың өмірі немен аяқталды, адалдық қылған адамдардың өмірі немен аяқталды, ол онымен ешқандай назар бөлмейді. Енді өзіміз ойлап көрейік. Біздің кейде жүректерімізде бір қыңыр мінез пайда болса, кейде Құран оқып отырып көзімізге жас келмесе, немесе Құран оқып біздің бір санамыз сілкінбесе, Құран оқып отырып кейде Алланың кейбір айтқан оқиғаларынан ғибрат алып, және оны біздің өмірімізде жүзеге асыра алмасақ, және немесе өзіміз сол оқиғадан сабақ алып содан қаша алмасақ, демек қорқынышты нәрсе бұл көкіректің соқырлығы болуы мүмкін ғой. Мүмкін ол нәрсе. Сондықтан да Құранды бұл жерде көкірегі соқыр адам тек қана бұл жерде Құран оқи алмайтын адам ғана емес қой. Бұл жерде Құран оқитын адамда да көкірегі соқыр болуы мүмкін. Сондықтан да Абай атамыздың айтатын бір сөзі бар. Жүректің көзі ашылса, хақтықтың түсер сәулесі, көңілдің кірін қашырса, адамның хикмет кеудесі дейді. Шынымен де адамның көкірегін Алла Тағала тар қылмаған ғой. Және бұл аятта бір байқасамыз, адамдардың көбісі дейді Алла Тағала. Яғни көп адамдар дейді. Қазірде Алланың аяты оқылып жатады, мешіттерде оқылады. Бірақ сол интернетте де оқылып жатады. Бірақ сол аяттардан бір сабақ алайым деп жатқан адамдардың өте аз болуы да бір жағынан осы ма деп қоямыз. Алла Тағала бізге екі дүниеміздің абыройын берсін.
бәріміздің көкірегімізді надан қылмасын. Алла тағала біздің көкірегімізді ояу етсін. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم